Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай қара наннан, бұл подовый нан, ржаной, содан біз үй жағдайында квас дайындайтын боламыз. Бізге ең қажеттісі нан, қант, су. Видео барысында сіздерге барлығын айтып түсіндіремін. Менімен бірге болыңыздар, пайдалы, дәмді үй жағдайында квас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай қара нан қажет. Бородин наны болсын, қара бидай ұнынан жасалған болсын, кез келген нан, қолдың наны немесе дүкендікі де болса болады. 300 грамм осындай нан қажет. Бұны қазір біз ұсақтап тураймыз. Міне біз 300 грамм нанды турап алдық. Ендігі кезекте осы туралған нанымызды біз құрғақ табада қуырып аламыз. Бұл квасқа ерекше бір дәм береді. Дәм өте жақсы болады. Қатты күйдірудің қажеті жоқ. Пешке, духовкаға салып алсаңыздар да болады. Ауылдың қара табасы. Мен бірден 2 табаға қыздырып жатырмын. Бұны үлкенірек етіп турасаңыздар да болады, бұл маңызды емес. Өзіңізге қалай ыңғайлы. Енді қуырылған нанымызды осындай кең бір ыдысқа салып аламыз. Егер қара нанның үстінде кориандр, мысалы бородинский нанның үстінде кориандр болады ғой, дәмі ұнамаса, қыртысын алып тастауға болады. Енді осы қуырылған нанның үстінде ыстық су құямыз, қайнаған суды. 300 грамм 3 литр ыстық су. Және бетін толық суығанша жауып қоямыз. Қатты суытудың қажеті жоқ. Бір дене температурасында болатын 35-40 градустай болсын. Жылы болып тұрғанда да жақсы болады. Міне біздің суымыз суыды. Енді оны қазір біз жеке ыдысқа сүзіп құйып алуымыз қажет. Ол үшін мен осындай үйде қандай сүзгіш бар, соны қолдансаңыздар болады. Мен осындай какбірді алдым. Енді осының үстіне мен қабатталған осындай марлин алып, бүкіл нанды суын барысын осында құямын. Қазір нанның бәрін сығып алу қажет. Осы көлеммен шамамен 2-2,5 литр квас шығады. Алдында істеген квасты әп-сәтте ішіп бітіріп қойды. Бәріне дәмі ұнады. Сол себептен мен кішкене осы көптеп жасап жатырмын. Салқын күйінде ішкенде прям нағыз ыстықта ішкен күшті болады. Ендігі кезекте біз мейіз қосамыз. Мейізді жумаңыздар. Немесе жай шайып қосаңыздар болады, бірақ қатты сықлап жуып, дұрыс қатты жуудың қажеті жоқ. Бір шайып, немесе шаймасаңыздар да болады. Өйткені мейіздің сыртында
дрожжылар болады, ашытқылар. Квастың ашуына жақсы көмектеседі. Және қант. Міне мен осындай кішкентай шай қасықпен немесе жарты шай қасық қосса болады. Сонысы қосып, міне шамалы ғана, көп емес. Егер сабын дрожжы қосатын болсаңыздар, бір 3 грамм жетеді. Ал мұндай құрғақ дрожжыдан 1 грамм жетеді. Бұл 2,5 литр суға 1 грамм деген ол өте аз. Бірақ дәмі де жақсы шығады. Тым көп деп ойламаңыздар. Жақсылап араластырып 24-26 градус болса бөлме, шамамен 8 сағат оның ашуына жетіп жатады. Егер сәл салқын болса бөлме, онда 10-12 сағат тұру керек. Барлығын жақсылап араластырды. Бетін жабамыз. Міне біздің квасымыз дайын болды. 8 сағаттан кейін мен оны осындай баклажка ыдыстарға құйып қойдым. Және тоңазытқышта тұрды. Қатты толтырудың қажеті жоқ, өйткені баклажканың іші газға толады. Газын кішкене шығарып, ақырын осылай шыны ыдысқа құйып ішсеңіздер болады. Дәмі өте жақсы, балалар да сүйсініп ішеді. Үйдегі барлық туысқандарыма өте ұнады. Ыстықта ішкен дәмді сусын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ары кетсе 1 күн уақыт алады. Бірақ қолдың квасы